Тараз қалалық мәдениет үйінде мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Жамбыл облыстық департамент ұйымдастыруымен тіл мәртебесі, ел мәртебесі аумақтық байқауы өтті. Онда әр аймақтан келген қызметкерлер өзара сайысқа түсті. Оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылорда, Алматы, Жамбыл облысы мен Алматы қаласынан келген сала өкілдері 5 түрлі сынақ бойынша сынға түсті. Олар ең алдымен өздерінің бейнероликтерімен тіліміздің мерейін асыра, татулық пен бірліктің көрінісін аша түссе, келесі кезеңде өз өнерлерімен көпшіліктің көңілінен шыға білді. Мен ойлаймын дұрыс ойындары. Осы Тараз облысының қалалары жақсы күтіп алды, қарсы алды. Осындай мен ойлаймын өзім ұлтым қарсы болса да, осындай тілді Қазақстанның әр азамат білуі тиісті, сөйлеп, түсіндіріп, ақыл айтып. Себебі біз өзіміздің Қазақстан болғанмен, өзіміз патриот болып, осындай шын жүрекпен, шын ойын айту керекпіз. Дәл бүгінгідей шара әр өңірде жалғасын тауып жатыр. Ең бастысы мемлекеттік қызметкерлердің тілге деген құрмет артуда. Мен ойымша, бұл сайыс тек қана біздің департаменттерге мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлеріне ғана емес, басқа да салалардың қызметкерлеріне қызықты болу керек. Барлығымызда осы мәселеге үлкен көңіл бөлуіміз керек. Осылайша тартыс өткен байқауда Алматы қаласы 1-ші орынды, Жамбыл облысы 2-ші орын және Алматы облысы 3-ші орынды еншіледі. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен мақтау қағаздары тапсырылды. Енді жүлделі орын иегерлері Астана қаласындағы финалдық бәсекеге жолдама алады. Нұрдос Сембек, Нұртай Ыбырай, жаңалықтар қызметі.